Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шоколадный торттың рецептін ұсынамын. Ең алдымен жұмыртқаны ақуызға және сарысына бөліп аламыз. Ыдысымыз құрғақ және майсыз болу керек, таза. Бірінші ақуызын миксердің төменгі жылдамдығынан бастап кішкене миксерлеп бастаймыз дағыны қантымыздың жартысын саламыз. Осылай 3-4 минут миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның ақуызы өзінің формасын ұстайтындай болған кезде жұмыртқамыздың сарысын миксерлейтін боламыз. Қалған қантты қосып 2-3 есе ұлғайып ағарғанша миксерлейміз. Енді сұйық майымызды және сүтімізді қосып миксерлейтін боламыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны жөн. Сарыуызды ақуызға қосып бәрін бірге араластырамыз. Бір келкі болғанша асықпай араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттер, яғни ол ұн және какао қопсытқыш үшеуін бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Кейін електен өткізіп, 3-ке бөліп жұмыртқамызға салып араластырамыз. Бәрін бірге қосып араластырып жіберуге болмайды. Осылай 3 бөлікке бөліп, немесе 2 бөлікке бөліп араластырған дұрыс. Бізде осындай масса дайын болып шығады. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып, кішкене сілкілеп аламыз, арасындағы ауалар шығу үшін. 180 градуста 30-40 минут арасында пісіп шығады. Формадан шығарып суытуға қойып қоямыз. Креміне сүзбелі ірімшік және қант ұнтағын қосып миксерлейтін боламыз. 1 минуттай миксерлеп, оның үстінен салқын кілегейімізді қосамыз. Кілегейіміз 33%-дан жоғары болғаны дұрыс. Өте салқын болу керек. 2-3 минуттай миксерлеп, креміміз дайын болғанша араластыратын боламыз. Бисквитіміз шапочкасын шешіп алып тастаймыз. Биік болып көтеріліп кетті себебі. 3 бөлікке бөліп, дайын болған кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болдық. Енді тоңазытқышқа 8-10 сағатқа қойып қоямыз. Сағаттан кейін алып үстінен, менде мұнда шоколад 100 грамм және кілегей араласқан микроволновкада немесе водяная баняда ертіп аламыз. Және тортымыздың үстінен жағып, шеттерінен де жағып, осылай әсемдейміз. Мен шоколадтарды пайдаландым. Сіз өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Жидектер қойсаңыз болады. Өте дәмді торт болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.
сау болыңыздар.